Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы орташа бағалар және баға деңгейлері. Баға деңгейі дегеніміз не? Сол түсінікке тоқтала кетейік. Баға деңгейі белгілі бір уақыт кезеңіндегі белгілі аумақта баға жағдайын сипаттайтын қорытындылау көрсеткіші. Бағаның деңгейі жеке, орташа және қорытынды болып бөлінеді. Бағаның жеке деңгейі бұл абсолюттік шама. Ол нарықта тауардың бір өлшеміне төленетін ақша сомасы. Бір текті тауарлар үшін жеке бағалар негізінде бағаның орташа деңгейін есептеуге болады. Ол аталған тауар тобы үшін қорытынды сипаттама ретінде қолданылады. Орташа бағалар келесі формулалармен есептелінеді. Орташа хронологиялық, яғни хронологиялық дегеніміз не? Сол бағаны тіркеу аралықтары бірдей болған жағдайдағы қолданылады бұл әдіс. Яғни кезеңдегі ай саны берілген, әр айда сол бағаның баға өзгерісі қалай өзгеріп отырады, соны белгілейміз. Көз алдарыңызда міне бірінші айда 65 теңге болған, жылдың басында, одан кейін келесі айда уже 68, 70, 78, 80. Яғни біз осыған қарап, біз 7 айдағы орташа бағаны есептейміз, оны хронологиялық әдіс бойынша. Екінші, орташа хронологиялық салмақтау әдісі бойынша. Бұл кезде тіркеу мерзім аралығы әртүрлі. Жаңа біз бір кезеңдегін есептегенбіз, енді тіркеу мерзім аралығы әртүрлі болған кезеңде қолданылады. Яғни, орташа хронологиялық салмақтау әдісінің формуласы сіздерге берілген, кезең бойынша орташа бағалар берілген, ай саны берілген. Қанша ай? Бұнда да 7 айы 58, бірінші айда 58 теңге, үшінші айда 63, яғни әртүрлі болып өзгеріп отырады. Мысалы, ақпанда ол өзгерген жоқ, яғни 58-ді қалдырамыз. Наурызда өзгерді 63 болып, және сәуірде өзгерді. Солай 7-ші айға дейін. Содан кейін барып орташа хронологиялық әдіс бойынша орташа бағаны анықтаймыз. Үшінші әдіс бұл орташа арифметикалық салмақтау әдісі. Бұнда жаңа біз кезеңге байланысты есептегенбіз, ал үшінші әдісте бұл натуралды өлшем бірлігінде сатылған тауардың саны немесе көлеміне байланысты есептелінеді. Мысалы, нарықтағы заттың 1 килограмм орта бағасы мен өткізу көлемі егер белгілі болған жағдайда. Мысалы, бірінші айда 2,5 теңге болса, яғни өткізілген көлем бірінші айда 9000 дана. Түсінікті? Екінші айда 3 теңге, ал сатылған көлем 10.000 дана. Яғни осы арқылы біз орташа бағаның санын анықтап аламыз. Төртінші, орташа гармониялық салмақтау әдісі. Бұнда құндық өлшем бірліктегі тауар айналымының көлемі берілу керек, және әртүрлі баға деңгейіне сәйкес тауар айналымы белгілі кезде қолданылады. Мысалы, нан өнімдерін сату бойынша тауар айналымы тәулігіне бірінші дүкенде 40.000 теңге, екіншісінде 56.000 теңге, үшінші дүкенде 100.000 теңге құрады. Нан бағасы біріншіде 80 теңге, екіншіде 95 теңге. Өйткені екіншісінде қарасаңыз, сатылатын өнім көлемі жоғары, яғни тұтынушылар көп деген сөз біріншіге қарағанда. Үшіншіде 105 теңге, үшінші дүкенде 100.000 теңге, яғни ол дүкеннің орналасқан жері қолайлы деген тұтынушыларға, сондықтан онда тұтынушылар саны да көп. Яғни соған сәйкес өнімнің көлемі мен бағасы да жоғары болып келеді. Осы үш берілгенге мәнге байланысты біз орташа гармониялық салмақтау әдісі арқылы бағаның орташа құнын анықтаймыз. Баға индекс түсінігі бар. Бағаның жеке индексі және жалпы индексі болып екіге бөлінеді. Бағаның жеке индексі дегеніміз ағымдағы кезеңдегі тауар бағаларының базистік кезеңге қатынасы. Ал жалпы бұл әр текті тауарлар жиынтығының баға өзгерісін сипаттайтын салыстырмалы шама. Осы тақырыпты бекітуге арналған есепті шығарып, тәжірибелік сабақта
маған дәптерлеріңізді көрсетеміз. Есеп: нарықта бірінші кварталда картопты өткізу мөлшері және де орташа айлық бағасы туралы мәліметтер кестеде көрілген. Орташа арифметикалық салмақтау, яғни салмақтауда не белгіленеді? Көлемі пайдаланып орташа кварталдық бағаны анықтаймыз. 1 килограммға орташа айлық баға өткізілген, қанша килограмм картоп өткізілді, соның бағасы берілген. Назарларыңызға рахмет. Есептің жауабын практикалық сабақта көрсетесіздер. Дәріс аяқталды.